Ассаламалейкум. ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар, студияда Ернар Әділбекұлы. Кәсібін ашып, нәсібін табуда әлі де болса кәсіпкерлерді нендей мәселелер етектен тартып, қандай қиындықтар иықтарынан басып келеді. Осы мәселелер кеше Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлерді палатасындағы дөңгелек үстелде көтерілді. Мемлекеттік қызмет көрсету, заң мен тәжірибе деп аталған дөңгелек үстелге экономикалық қылмыспен, сыбайлас жемқорлықпен күрес департаменттің қызметкерлері мен қызметтегі бірқатар лауазым иелері шақырылған. Жер телімдерін жалға алудағы немесе оны кәсіпкерлік бағытында пайдаланудағы әлі де болса бітпейтін қағазбастылық пен бапта жоқ заңдар түптеп келгенде мемлекеттік орындар мен кәсіпкерлік жолындағы тұлғалар арасында шарасымдылық емес, керісінше араздастылық туғызар мәселелер. Осындай олқылықтардың салдарынан кәсіпкерлікті дамытудағы кедергілер де біртіндеп өсе берер. Бүгінгі күні бізге кәсіпкерлер ден көптеген арыздар түсуде, яғни кейбір стандарттар бойынша уақыт белгілі болғанмен және қандай құжаттар керек көрсетілгенмен кейбір жағдайларда сол арыздарды қараудың мерзімі кейбірде бұзылып жатады, немесе стандартта көрсетілмеген басқа да құжаттар сұратылып жатады. Сол көрсетілген стандарттағы ережелерді біздер дұрыс орындауды талап етуіміз керек, және кәсіпкерлер тек қана сол көрсетілген уақытында тиісті құжаттарды ғана тапсырып, өзінің мемлекеттік қызметін көрсетіп, соны алу керек. Жиында кәсіпкерлер өздеріне қиынға түсіп отырған жағдайларды да жасырмады. Мысалы, жауапты орындарға жер алуға құжаттар тапсырады, ал олар айлап, жылдап, жайлап, ырғап істерінің бағытын қарап, береміз бе, бермейміз бе деп басқа тараптан да шағым тыңдалады. Айналып келгенде бұл бизнесмендердің ақшаға да сатып ала алмайтын алтын уақытын алады. Уже на протяжении нескольких лет Біздің осынау кәсіпкерлік қолда көп жылғы жұмыс тәжірибемізден білетініміз іс бастап кәсіп ашуға жер телімдерін алуға жыл сайын өтініш жасағанымызда. Жазған өтініштеріміздің ұзақ уақыт қаралып, құжат рәсімдеудің қиынға соғатыны біз шапшаңырақ шара бастағымыз келеді. Ал олар уақытымызды алып, ісімізді бөгейді. Біз мысалы осы мәселелерді айтып арызданып отырмыз. Мемлекеттік жауапты орындар мен құқықтық органдар бірге бас қосқан осынау отырыстағы кәсіпкерлердің жағдайларын жеткізіп, өтініштерін өткізіп қалуға ұмтылысқаны, әрине кәсіптерін дөңгелетуге тырысқаны. Кәсіпкерлікті дамыту бұл елбасымыз айтқан елдің экономикасы мен әлеуетін дамыту. Жандос Хамза, Нұрлан Конашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін міне жер бетіндегі күллі мұсылман жыл бойына үлкен қуанышпен күткен ұлық мерекелердің бірі Ораза айтты күллі жамағат тойлауда бастап кетті. Бүгін Ораза айт мерекесінің екінші күні. Осы күнге орай қаламыздағы Мәншік Мәметов алаңында ақ киіз үй тігіліп, дастархан жайылып, қала тұрғындарына ұлттық ойынымыз кеңінен дәріптелді. Мерекелік күнде дүйім жұртшылықтың айт мерекесін тойлауын көріп қайтқан тілші әңгімесінде толығырақ. Әлемдегі исі мұсылман бүгінгі Ораза айт күннің шапағатын маңызды деп біледі. Сондықтан таңмен таласа оянғандар Алла үйіне асығумен қатар, жақын жуықтарын мерекемен құттықтап, мәре-сәре болып, дастархан жайып, бары мен нарын қойып жататын анық. Қаламыздағы облыстық және қалалық мешіттің имамдары осы игі шараның өздеріне дәстүр қылып, бүгін міне Мәншік Мәметова алаңында қала тұрғындарына мерекелі көңіл күй сыйлады. Алаңның оң жағында ақ киіз үй тігіліп, оған бас сұққан тұрғындар мен қала қонақтары дәмнен ауыз тиіп жатса, ал киіз сыртында баршасына тегін палау асы мен ислам дінін негіздейтін кітаптар таратылды. Орталық алаңымызда бүкіл жасөспірімдер ішіндегі үлкен сайыстар өткізіп, оның ішінде мына орта білім беру мектеп түлектері бар. Соның ішінде жетім балалардың үйдегі балаларымызды ұйымдастырып, айтты сондай үлкен сезімде қалдырып, иншалла болашақта осындай мейрамымыз күннен күнге көбейіп, халқымыз үлкен деңгейде тойлауға нәсіп етсін деген мақсатта. Діни мейрамды мұсылманның ғұрпына сай ұлықтау қазақтың ұлттық ойындарымен жалғасты. Ораза айт мейрамына қарсы ұлттық спорттардан жарыс ұйымдастырып жатыр. Қазақ күресі, арқан тарту, асық ату және тоғызқұмалақтан балдардың қатысу саны шектеусіз. Халықтың балдары қатысам дегендеріне бәріне қатысуға болады. Ойынға ниет білдірген 99-2000 жылғы туылған балалар еркін күрестен бақтарын сынаса, асық және тоғызқұмалақ ойыннан мықтын анықтады. Кейін қатысушылар арқан тартыстан бір адамдай жұмылып, күштерін сынаған болатын. Аталған жарысқа аула клубының мүшелерімен қатар балалар үйінің тәрбиеленушілері де белсенділік танытқан болатын. Бұл жақсы мейраммен бәрін құттықтаймын. Ораза айт қабыл болсын. Енді айтарым, осы жарысқа қатысып жатқан балаларға
көп жеңіс тілеймін және отсын. Ойыннан үздік деп танылған балақайларға бағалы сыйлықтар табысталды. 30 күн ауыз бекіткен жамағат 3 күнге созылатын қасиетті ораза айтты да осындай мерекелік көңіл-күймен тойламақ. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Даугердің мұраты ұту болғанымен дау мұраты біту. Кейінгі кезде біздің өңірімізде ғана емес, елімізде күннен күнге бірден бірге сотқа жүгінушілер санының өскенін ескеріп, сот жұмысын жеңілдетуге екі тараптың өзара келісімге келуіне арналған жауапты орындар тарапынан біразда амалдар істелді. Соның бірі 1-2 жыл бұрынғы іс қосылған медиация институты болса, сол медиациямен шешіммен, екі тараптың өзара келісуімен шешіміне тапқан істердің де саны қанша. Ал осы игі істі әрмен қарай жақсарту мақсатында ағымдағы жылы қанатқақты жоба ретінде сот медиациясы іске қосылған. Шаһарымыздың нөмір 2 қалалық сотында 6 істі медиациясымен мақұлдап бітімге келсе, 83 азаматтық іс сот медиациясымен келісімге келген. Енді қазір бізде сот медиациясы жобасы іске асырылуына байланысты бұл медиацияның азаюына осы себеп келіп отыр. Қазір сот медиациясының қатысуымен 83 азаматтық іс бойынша тәртібімен іс аяқталды. Қылмыс азаймай тұр. Бүгін түнде Гагарин көшесі 67-ші үйде қылмыстық оқиға орын алды. Түнгі 3-тер шамасында белгісіз біреу бірінші қабаттағы пәтерге терезе арқылы ішке еніп, 76 жастағы кейуананы қорқытып ақшасын тартып алып кеткен. Ертемен оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері қылмыскерді іздестіруде. Әзірге ешқандай ақпарат жоқ. Бір белгісі қылмыскер бір адам болуы мүмкін. Тергеу амалдары жүргізілу үстінде. Қылмыскер терезеден кірген, ақшасын тартып алған, көпшікпен тұншықтырған секілді сол жақ беті жарақаттанған. Кейуананың есімі Тамара, ол жүре алмайды. Ол күнде терезе тұсынан өткендерге ақшасын беріп, тамақтарын алдыратын. Түнде айқайлағанын естімедік. 2014 жылдың 6 айында Батыс Қазақстан облысы бойынша қаржы полициясы департаментімен 72 сыбайлас жемқорлық қылмысы ашылып отыр. Сондай-ақ 2013 жылмен салыстырғанда ағымдағы жылы сыбайлас жемқорлықтың фактілері 15%-ға, яғни 11 қылмысқа дейін артқан көрінеді. Бұл туралы бүгін бұқаралық ақпарат құралдарымен өткен брифингте қаржы полициясының қызметкерлері мәлімдеген болатын. Елімізде соңғы жылдары сыбайлас жемқорлық фактілер кең етек алып бара жатқаны ешкімге де жасырын емес. Облысымыз бойынша қаржы полиция департаменті үшін сыбайлас жемқорлыққа және көлеңкелі экономикаға қарсы тұру, азаматтар мен кәсіпкерлердің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау бас мақсаттардың бірі. Орал қалалық сотының үкімімен Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің тергеу басқармасы бастығының орынбасары Мұхтаров және аталған департаменттің табиғат қорғау полиция бөлімінің бастығы Қағазғалиев екеуі де мүлкілері тәркіленіп 7 жылға бас бостандықтарынан айырылған. Аталған лауазым тұлғалар жеке тұлғадан соңғы қатысты қылмыстық істі қысқарту үшін барлығы 450 мың теңге көлемінде пара алған. Сонымен қатар департаментпен жүргізілген жедел іздестіру шараларының нәтижесінде өз қарамағындағы қызметкерлерден және жұмысқа жаңадан қабылданатын үміткерлерден жүйелі түрде пара алған үшін Батыс Қазақстан облыстық арнайы күзет қызметі басқармасы бастығының орынбасары Бижановқа қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 311 бабы бойынша, яғни пара алу деректері бойынша бірнеше қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ мемлекеттік сату және сатып алу саласында 23 қылмыс ашылып, бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 есеге артып отыр. Атап айтар болсақ, сот үкімімен Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы әкімінің орынбасары Карашин 3 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болатын. Чинарево Белес магистральды мұнай торабын заңсыз кесу жолымен жалпы сомасы 5,4 миллион теңгені құрайтын 51 кубический метрлік көміртекті шикізат торлаған Азамат Қарлыбаев 7 жылға еркіндігінен шектелді. Мемлекеттің дамуына зиянын келтіретін қылмыстың ең қауіпті түрлерінің бірі экономикалық контрабанда болып табылады. Қаржы полиция департаментімен ағымдағы жылдың 6 айында 7 азамат қолқабыс көрсетіп, 7 мың теңгеден аса көтерме жәрдемақыға ие болды. Естеріңізде болсын, сыбайлас жемқорлық еліміздің дамуына кері әсерін тигізетін ақиқат. Сондықтан да бұл індетпен бір адамдай жұмылып күресуіміз қажет. Саидбасар, Дөрен Дүйсенбиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге келіп түскен ақпараттарымыз осымен тәмам. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.